Күлімсіреп отырған Канг уақыт пен кеңістіктегі саяхаттарының арқасында жылдар бойы көптеген сәйкестіктерді бастан өткерді. Бірақ мұны сәл жеңілдету үшін Марвел Локидегі нұсқалар тұжырымдамасын енгізді. Өз нұсқасының көмегімен Сильвия Локи TV'дің артында тұрған адамды білді. Содан кейін оларға бұл ұйымды қалай және не үшін құрғанын айтып берді. Оның айтуынша, Натаниэль Ричардс жерде болған кезінде өзінің көптеген баламалы нұсқалардың бар екенін анықтады. Олардың барлығы өздерінің білімдері мен технологияларымен бөлісу үшін кездесуге себеп болды. Алайда сол нұсқалардың кейбіреулері балама ғаламды билейтін орын ретінде қарастырып, көп жақты соғысты тудырды. Ол кейінірек Алиот деп аталатын транс уақытша болмысты ашты және оның күшімен соғысты аяқтау үшін пайдаланды. Содан кейін ол сол бастапқы сызық пен шындықтар жинағын оқшаулап, қасиетті уақыт кестесін жасады. Қасиетті уақыт кестесін мұқият қадағалау үшін ол ТВ ұйымын құрды. Қалған адам кеңістік пен уақыттан тыс орналасқан және қасиетті уақыт кестесін сақтау және одан да көп филиалдардың құрылуына жол бермеу міндетін жүктеген. Локидің соңында қалған адам Сильвия мен Локиге екі таңдау берді. Оны өлтіріп қасиетті уақыт шкаласы мен оның нұсқалары хаос тудыру үшін тармақталсын, немесе оның шәкірттерімен бірге ТВ-дің келесі көшбасшылары болыңыз дейді. Алайда Сильвия оған сенбеді. Сондықтан ол қалған адамды өлтірген кезде Локиді уақыт порталы арқылы ТВ-ге қайтарып жіберді. Ал Локи ТВ-ге оралғанда ол штабтың ортасында алып мүсінді көріп, Кангтың билікке өткенін түсінеді. Кинокомпания Marvel Studios ұсынады. Сюжет авторы Хизер Квин. Орындаушы продюсер Кевин Файги, Виктория Алонсо, Стивен Бруссер. Сценарий авторы Питер Кэмерон, Хизер Квин. Оператор Зои Уайт. Режиссер әрі композитор Майкл Джаккино. Disney Plus ағында қызметі Хеллоуин қарсаңында Marvel жанкүйерлерін қуантуды шешті. Авторларға толық шығармашылық еркіндік беріліп, қысқа эскизді классикалық қорқынышты шытырман оқиғаға айналдыруға рұқсат етілді. Әлбетте, көптеген жанкүйерлер бұл кейіпкердің кім екенін білмейді. Джек Рассель қасқырлар мен адам будандары, ликантроптар руының ұрпағы. Әдетте Джек әрбір толған айда күшті жаратылысқа айналады және түні бойы тек инстинкттерге бағынып, ақылын жоғалтады. Бірақ басты кейіпкер уақыт өте келе өз әрекеттерін бақылауда ұстайтын ақылды құбыжыққа айналады. Түнгі қасқыр Рик Вассерменнің Marvel киноәлеміндегі әйгілі сюжеттер туралы баяндаумен басталады. Ол негізінен кек алушылар шатырман оқиғасын еске алады. Содан кейін назар аңшылар қуып келе жатқан құбыжықтар мекендеген осы ғаламның қараңғы оқиғаларына ауысады. Bloodstone мыңдаған жылдар бұрын жерге құлаған метеориттердің бір бөлігі. Жерді жаулап алуға ұмтылған бөтен тұлғаның басшылығы мен метеорит, бөтеннің эмиссары мен адам аңшысы арасындағы шайқасты зақымдалып сынып қалады. Сынық адамның кеудесіне қонып, оған адамнан тыс қабілеттер береді. Бұлайша айтқанда Bloodstone орта ғасырда өмір сүрген құбыжықтарды әлсіретуге таптырмайтын құрал болды. Аңшылар отбасының патриархары Уиллис Bloodstone басқа қаруға ұқсамайтын қанды тас деп аталатын ежелгі реликтің жалғыз бақылаушысы болды. Енді патриархары Уиллис Bloodstone қайтыс болғаннан кейін, бұл реликті оны ақылмен басқара алатын адамға беру тиіс. Уиллистің жесірі Веруса бүкіл әлемнен аңшылар қатысатын салтанатта аңшылық маусымын ұйымдастырады. Дүние жүзіндегі ең жақсы құбыжық аңшыларының шағын тобы қайтыс болған және батыл көшбасшысын құрметтеу үшін Bloodstone Manor'да кездеседі. Көптеген құбыжық фильмдеріне жиі кездесетін жағдай, жалпы алғанда адам антагонисті құбыжықтан да нашар. Ең жақсы мысал амбиция, эго және қорқыныш оны ақылсыз ғалымның поп-мәдени анықтамасына айналдырған Виктор Франкенштейн болар еді. Эльза Bloodstone'ның өгей шешесі Веруса олардың ішіндегі ең сорақысы. Ол зұлым деп санайтын екі құбыжықты, сондай-ақ өз әлеуетін сатып кеткен Эльзаны өлтіруге тырысады. Жабық және кекшіл Веруса Эльзаға 20 жыл бойы отбасымен бірге болмаған үшін ренішін білдірді. Шынын айтсам, Эльза басқа біреудің не ойлайтынына мән бермейді және ол өзінікі деп санайтын нәрсені қалайды. Жеті қатысушының арасында түкті құпияны жасырып жүрген Джек Рассель, Азарель, Льорн, Бароссо, Йован және марқұмның қызы Эльза Bloodstone кіреді. Олардың мақсаты адамзатты өлтіру.
Бірақ Джек Рассел оны өлтіргісі келмейді. Көпшілікке сөйлеген Вируса әрбір қатысушының өлтіру жолын хабарлайды. Содан кейін турнир ережелерін жариялайтын зомбиленген және қуыршақ Уиллисті іске қосады. Кімде-кім лабиринтте осы жұмбағаңды іздеп тауып өлтіріп, оның арқасындағы қанды тасталып кетсе, ол заңды иесі болып табылады. Содан кейін оларға жоғарыда аталған тіршілік ететін лабиринтке кім бірінші кіретінін шешеді. Күткендей Рассел турнирді бастайды, ал қалған қатысушылар оның соңынан ереді. Содан кейін аңшылар лабиринттен өтіп бара жатқанда түнгі аспанда құбыжықтың гүрілдеген дауысы естіледі. Аңшылар бұл тіршілік иесін өлтіріп қана қоймай, бір-бірін де қоса өлтіру керек. Өйткені олар мүшелерді жолдан шығара алса, олжаға таласпайды. Бірақ Рассел Элзаны кездестіргенде одан дауласпай өтуін сұрайды. Элза бұған таң қалады. Алайда олар келісімге келмей тұрып, Йован оларға шабуыл жасайды. Джек Рассел мен Элза бірігіп, адамзатты құтқарады. Шайқаста Рассел мен Элза Йованнан қашып құтылады. Элза жолда басқа аңшыны, яғни Леорны кездестіреді. Және бұл кездесу оның бұрынғы жекпе-жектері сияқты достық емес, Леорның өлімімен аяқталады. Осы кезде Йован бұл шуды естіп қойып, Элза мен Леорн соғысқан жерге жақындайды. Элза одан жасырыну үшін Леорның өлі денесінің артына тығылады. Рассел лабиринт қабырғаларының біріне жақындайды. Сол жерден алып қол созып Джекті ұстап алады. Алайда Рассел одан қорқудың орнына оны сипап, шын мәнінде дос екенін айтады. Джек мұнда адамзатты өлтіру үшін емес, оны қайтадан құтқару үшін келді. Адамзат денесіне бекітілген қантасты көрсетеді. Бұл оны әлсіретеді және ашуландырады. Азарел мұның бәрін естіп Расселдің артынан барады. Расселге Бладстоун керек емес, сондықтан ол оны Элзаға алуды ұсынады. Өйткені ол бұл затты қалайды. Элза мен Джек бір-біріне бұл тығырықтан шығуға көмектесуге келіседі. Егер Элза Джекке құбыжықтың қашып кетуіне көмектессе, ол оған қантасты алуға көмектеседі. Элза олармен достық қарым-қатынас орнатқанда құбыжықты өз атымен атуға шақырады. Оның шын есімі Тед. Әрине, Элза оны өз атымен атаса, оны тыныштандырады және оның арқасынан тасты жұлып алады. Бірақ Джек қалған реликті ұстағанда оны артқа қарай ұшырып жібереді. Себебі Бладстоунның құбыжықтары аллергиясы бар, ал Джек болса шындығында қасқыр. Бұл ашылу Вируса мен Элзаны ашуландырып, олар өздерін сатқын сезінеді. Осы кезде Вируса мен сенің зұлымдықтың қандай тұқым екеніңді білуге шыдамаймын деп айқайлайды. Алайда Элза одан басқа ешкім тасқа лайық емес екенін айтады. Әрине, Элза Джектің құбыжық тұлғасын жасырғанда қатты ашуланады, және ол бұрыла салысымен оны өлтіретініне сенімді. Джек Элзаға оның қасқыр бөлігін 5 күнде көрінбейтініне сендіруге тырысады. Бірақ Элза оған Бладстоунның құдіретімен 5 күн емес, 5 секундта өзгерте алатынын хабарлайды. Джек қамалдағы қабырғаларға тағы бір қарап, не болып жатқанын түсінеді. Осылайша ол қасқырға айналған кезде Элзаға көз байланысын үзбеуді айтады. Содан кейін трансформация аяқталғаннан кейін де оның есін есте сақтау үшін оны айнала еские бастайды. Вируса рәсімді бастау үшін кіргенде Джек одан дереу тоқтатуды сұрайды. Әйтпесе бәрі қанды болатынын ескертеді. Вируса оны тыңдамай, оған қанды таста аяусыз атқылайды, және бірнеше секундта біз Джектің көлеңкесіне жыртқыш аңға айналғанын көреміз. Күзетшілер оны ұстай алмайды, және ол камералы күмбездің басынан босап шығады. Бұл күреске Элза да қосылады. Вируса Расселді қанды таспен бағындыруға тырысады. Бірақ қасқыр Вирусаның қолын тістеп алады. Кейін қасқырдың қолынан құтылып шығып, тасты қайтадан ұстап алып, қасқырды жарып жібере жаздады. Осы сәтте Элза арқасына қару лақтырып, оны тартып алады. Элза оның иесін есіне түсіреді деп үміттеніп, Джектің ешқашан көз байланысын үзбеу туралы ережесімен қасқырдың қашып кетуіне жол береді. Вируса орнынан тұрып, Элзаны отбасына масқара болған үшін өлтіруге дайындалады. Бірақ Адам Тед Джекті іздеуге кіріспес бұрын, төбені жарып өтіп Вирусаны тірідей өртеп жібереді. Элза үйінділердің арасында орындыққа отырады және бастық сияқты қанды тасты ұстайды. Сұлулығымен жыртқышты қолға түсіру тек Элза Бладстоунның қолынан келеді. Екі актерде түпнұсқа Кинг-Конг және қасқыр адам жүректері бар құбыжықтар идеясымен тамаша ойнап шықты. Кинг-Конг өз фильмдерінде өзінің өліміне әкеліп соқтырған әйелді құтқару үшін барлығына барады. Элза Бладстоун қасқыр аңды қолға үйрететін сұлулық. Басында хайуан Элзаға шабуыл жасайды, бірақ Рассел қасқырды тесіп өтіп, оған қамқорлық жасайтын адамды табады. Рассел 1939 жылы шыққан Оз сиқырсы фильмдегі Somewhere Over the Rainbow әнінің дыбысымен оянады. Әуен ойнаған кезде ақ-қара экран палитрасы көп түсті бояғышқа айналады және Элзаның қызыл күртешесі көрінеді. Джек келесі күні таңертең орманда оянып, адамзат оны француздық сығымдалған кофемен қарсы алады. Өзінің ырылдауы арқылы ол Джекке Элзаның жақсы екеніне сендіреді. Кофе ішу кезінде Рассел мен адамзат кім-кімді құтқарғаны туралы дауласып, суши жеуге келіседі. Өйткені екеуінде аш екені түсінікті. Осы жазбада арнайы шығарылым аяқталады.
Алғашқы Marvel Studios арнайы презентациясы 1930 жылдардағы классикалық әмбебап құбыжық фильмдеріне оралатыны ешкімге құпия емес. Белгілі композитор, ұмытылған режиссер Майкл Джакино мұны ашық мойындады, және бұл бір сағаттық жұмыс уақытында айқын көрінеді. Классикалық құбыжық фильмдерінің жанкүйерлері үшін мүлдем басқа нәрсе ала отырып, қорқынышты фильмдерінің алтын ғасырына кері қоңырауларды анықтап, бағалай алады. Практикалық эффектілер мен күрделі макияж авторлардың нағыз ретро түсіруге деген ұмтылысын айқын көрсетеді. Сіз керемет стильге үйренген кезде, кенеттен әдемі орманның артында ешқандай мазмұн жоқ екені белгілі болады. Жалпы бұл шығарылым Marvel киноәлемі және сериялық жобалармен ешқандай байланысы жоқ. Түнгі қасқырды Marvel'дың алғашқы толыққанды қорқынышты фильм ретінде орналастыру Хеллоуинге арналған тәтті жемге ұқсайды. Қара және ақ кадрда ашық түстер пайда болатын сирек жағдайларды қоспағанда 30 және 40 жылдардағы классикалық қорқынышты фильмдерге құрмет көрсетеді. Дегенмен, қазіргі көрерменге арналған қорқынышты фильм ретінде көрерменді қорқыту ниеті жоқ. Жобаны толыққанды қорқынышты фильмдермен салыстырудың қажеті жоқ. Түнгі қасқырдың авторлары көрерменді қорқытуға тырыспайды. Джакиноның туындысы көрерменді қорқыту екіталай, бірақ шайқас көріністеріне фильм аяусыз және қатыгез болмысты бейнелейді. Қанның шашырауы, кесілген бас сүйектері және жыртылған адам денесі. Бұл көріністерге Marvel жанкүйерлері үйренбеген анық. Бірақ мұндай қаншелік франшизаның шекарасын сәл ығыстырып, мазмұны жағынан жетілген жобаларға орын ашады. Түнгі қасқыр франшизасындағы басқа фильмдер мен телешоуларды көруді қажет етпейді. Бұл арнайы шығарылымның оқиғалары бір әлемде өтеді. Бірақ қазіргі уақытта Marvel'дың қалған жұмыстарымен байланысты емес. Осылайша Джакиноның сіз көрген фильмі Marvel киноәлемінің алғашқы жобасы болуы мүмкін, және сіз ештеңені жіберіп алмайсыз. Marvel киноәлемінің қорқынышты және табиғаттан тыс элементтерге сүңгуінің тағы бір мысалы биылғы жылы Дәрігер Стрэндждің ессіз мультфильм фильмі. Сонымен қатар олар Блейдті мәңгіліктердің посткредиттік сахнасына таныстырды. Қорқынышты тақырыптарға алғашқы толыққанды шабуыл культтерді, жан түршігерлік бейнелерді таныстыратын түнгі қасқырды осы тізімдерге қосасыз. Бұл жалпы орта қаламен қалай байланысатыны да түсініксіз, бірақ барлық жанкүйерлер Marvel'дың әрқашанда жоспары бар екенін біледі.